Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Абай Құнанбайұлы. Ұрпағына осыншалықты мол мұра қалдырған Абай атамыздың бүгін туған күні. Абай күні Қарағандыда кеңінен аталып өтіп жатыр. Осы кезеңде Қарағанды облысы рухани жаңғыру өңірлік кеңсесінің Абай көшесіндегі Абай ескерткішінің алдындағы Абай бол іс-шарасын бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Абай атамызды кім қаншалықты таниды екен? Көрейік. Ассалаумағалейкум ата. Амансыз. Қасыңызға отыруға рұқсат па? Ата, сіз дәл осы қазір таза ауамен тыныстап отырған уақытта қандай көшеде отырғаныңызды білесіз бе? Білем. Бұрын көше Ленин көшесі болды. Қазір көше Абай көшесі. Абай жолы эпопеясын жазған кім? Мұхтар Ауыз. Иә. Мұхтар Ауызды мен білем. Осы рухани жаңғыру кеңсесінің атынан сізге жаңа Абай көшесі туралы берген жауабыңыз үшін мынандай бір жақсы сыйлық бар. Абай көшесі. Мінекейіңіз. Мынау сізге сыйлық. Аха, аман болыңыз. Поздравляем вас с днем рождения Абая. Очень приятно. Ага. А вы сейчас знаете, да, в какой улице находитесь? Ну, мы сейчас находимся, это улица Абая, была Ленина, бывшая. Понятно. А вы вообще этим событиям вообще рады? Конечно, рада. Я же казахстанка, я родилась тут в 59 году. Спасибо большое. Мы вам такой вот подарочек. Ага. Регионального проектного офиса «Рухани жаңғыру Карагандинской». Спасибо Вот большое. с такой надписью. Сыну подарите или мужу, пусть носят. Внукам. Нет, два Спасибо метра. большое. Хорошо. Ага. До свидания. Большое свидания. спасибо, что Очень уделили приятно. время. Амансыздар ма? Қалдарыңыз жақсы ма? Ассалаумағалейкум ата. Өздеріңізді көргенімізге қуаныштымыз. Бүгін Абайдың туған күні. Нешеге келіп жатыр деп ойлайсыздар? Так, Абай 150. Неше? 176. Ай, азамат. Қолыңда кел. Ырзамын. Міне жігіт. Әне басқа Абай атаңның әкесінің аты кім? Құнанбай. Құнанбай? Иә, Абай Құнанбай ол. Аха. Енді Абай жалпы өзінің ұрпағы үшін қаншама үлкен мұра қалдырды. Сол мұраларды балаларыңызға, немерелеріңізге оқыту барысында Абай Құнанбаев енді қазақтың негізін жасап кеткен ғұлама ғой. Ақын. Абайдың туған жері. Абай Құнанбай. Қаласын айтсаңыздар болады. Ойбай айтыр. Семей. Семейден ба? Семей. Үлкен рахмет. Абайдың әжесінің аты? Зере. Тамаша. Абайды Зере әжесі тәрбиелегеннің арқасында Абай үлкен тұлғаға айналды. Абайдың ертегіге, жырға деген махаббатын оятқан осы әжесі болса керек. Тура сол сияқты Зеренің жолымен сіз де өзіңіздің немереңізді Абайша тәрбиелейді деген сеніміміз мол. Рахмет, иә. Аман сау болыңыздар. Және де біздің облыстық рухани жаңғыру өңірлік кеңсесінің атынан сіздің немереңізге осындай бір әдемі сыйлық. Қазақ бірінде дос көрмесен істің бәрі бос деген сөзбен Мынау Абай атаңның сөзі құншақ. Қарындас, саламатсыз ба? Сколько слов назидания Абая есть? 46 вроде или 45. Какие-то стихи Абая знаете наизусть? только ғылым тапай мақтан ба? Это вам небольшой презент в честь 176-летия Абая Кунанбаева от регионального проектного офиса «Рухани жаңғыру» Карагандинской области. Сіздерге бір-екі сұрақ қойсам бола ма? Уақыттарыңыз болса. Не сұрақ, не туралы? Бүгін сіздер қай көшеде жүргендеріңізді білесіздер ме? Конечно, білеміз, Абаяда жүрік, бұрын Ленин аттығын. Түсінікті. Жаңа соны айтып келе жатқанбыз. Соны айтып келе жатқанбыз. Бұрын Ленин аттығын, қазір Абая деп. Ертеде осындай жүр журналистер. Сонда мынау көше қайсы деп сөйдейді Абай көшесінің. Сонда біреу айтады, кім болған ол десе? Наверное, революционер деп сөйдейді. Тағы да солай. Сонда оказывается мынау жаңа мемлекет құрылғанда білмейді кім өзінікін. Орыстарды кім біледі? Пушкин,
жаңағы Турген солай бәрін біледі да, ана бізді білмейді екен ғой. Сондықтан неге білмейміз? Әже есіміңіз? Мен Ермекова Мейрам, жасым 80-де. Мына түсім салғам, сосын дұрыс сөйлемей тұрмын. Стоматологияға келген. Түсінікті. Әже? Мен бәрін көрсетіп тұрмайды. Жоқ, мен көшеге байланысты емес, Абайға қатысты сұрақ қойсам бола ма, апа? енді қойы бер. Абайдың әкесінің аты? Құнанбай ғой. Әжесінің аты? Зере. Әже, Абайдың осы жырға, қазақ поэзиясына, жалпы ертегілерге құмарту осы әжесінің арқасында ғой? Зеренің арқасында. Шешесінің атын білесіз бе? Шешесінің аты кім еді? Ұлжан. Әйелінің атын білетін сияқтысыз. Жаңа Әйгерім дедің ғой. Әже, балаларыңызға, немерелеріңізге Абайдың өлеңдерін жаттатасыз ба? Мен Абайдың өлеңін мен айтам қалқам. Сен ақыл үйренсең Абайдан үйрен дейм. Солай айтам. Абайдың қара сөзін жатта, өлеңдерін оқы, қайта түсінбесең қайта оқы дейм. Солай айтам. 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрсеге ғашық бол, өтірік өсек мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақты балаларымызға айтып отырамыз. Солай айтамыз. Қандай керемет. Сіздер сияқты ата-аналар көп болса екен деп біз тілейміз. Сол 5 нәрсеге қашық бол, 5 нәрсеге асық болса балы жаман болмайды. Қатесінде түсінеді. Бұл жерден ғашықты да үйренуге болады, жастар міне сендер. Барлығын үйренуге болады. Тамаша. Мен шын сіздерге қатты ырза болып тұрмын. Мен айтам, сосын ана махаббат қызық мол жылдар. Нұршаяқтікі ғой. Иә. Махаббат үйренгілерін кесе, Нұршаяқтың кітабын оқы деп сөйдеймін. Ал енді историяға көңіл берсін. Ілияс Есенберлиннің көшпенділерін оқы деп айтам. Қандай керемет. Апа, Абайдың туған өлкесі? Семей ғой. Абайдың бір өлеңінің бір шумағын немесе әнін жатқа білесіз бе? Ойбай, енді білеміз ғой. Таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып таттанба, ойнап босқа күлуге. Тамаша. Үлкен рахмет. Келдіңіз ғой, Қандай керемет. Біз мына Қарағанды облысы рухани жаңғыру өңірлік кеңсесінің атынан осындай бір сауалнама жүргізіп жүргенбіз. Сіздерге қатты ырза болып тұрмын. Біздің бір ұжымның атынан сіздерге сыйлық бергіміз келіп тұр осындай. Немерелеріңіз осы Абайдың қара сөздерін жаттап, үйреніп жүрсін. Көптен көп рахмет айналайын. Мынаны жүргізіп жүргендерің өте жастарға мағыналы, тәрбиелі, білім бәрін беретін осы Абай. Әрине басқалар толып жатыр ғой. Сонда да біздің ең бірінші көзіміз ашқанымыз Абайды оқыдық. Бірақ бізді орысша тәрбиеледі. Бүкіл неміз ақындарың да, жазушыларың да, Пушкиндерің барлығы сонымен өстік. Бірақ қазір балалардың көзі ашылды. Абайды жақсы біледі, Құнанбайды жақсы біледі. Бұрын Құнанбайды өте жақсы кейіпкер деп айтпай тұғын. Солай ғой, образы солай болды. Қазір көздері ашылып, жастар шығарып жатыр Құнанбайды. Құнанбай болмаса Абай қайдан келер еді. Қандай керемет. Апа, бүгін Абай Құнанбайұлының туған күні ғой. Иә. Сол туған күнінің барысында біз осындай сұрақ қойып көшедегі кісілердің ой пікірін сұрағымыз келген болатын. Сіздерге үлкен рахмет. Саған берейін. Аман жүріңіздер, сау жүріңіздер, ауырмаңыз, апа. Аман жүріп, осындай тәрбиелі, мағыналы жүргізуші, журналист шығарсыңдар. Енді дұрыс оларын. Рахмет, үлкен рахмет. Жастарға жақсы ол. Үлкен рахмет. Рахмет. Есіміңіз? Бақтияр. Бақтияр, сіз қазір қандай көшеде келе жатқаныңызды білесіз бе? Жоқ, мен осы жерде бірінші рет негізі. Бұл Абай көшесі. Абай Құнанбаевты білесіз бе? Иә. Бүгін туған күн деп жатсыз, үлкен рахмет. Білгеніңізге неше жыл толды? 176 қойды. Тамаша. Абайдың туған жері? Семей облысы. Тамаша. Абайдың өлеңдерін білесіз бе? Көзімнің қарасы, по-моему. Тамаша. Үлкен рахмет жауап бергеніңізге. Және де Қарағанды облысы
рухани жаңғыру өңірлік кеңсесінің ұжымынан біз осындай туған күніне байланысты өткінші адамдардан сауалнама жасағанбыз. Сол сұрақтарға жауап бергеніңіз үшін сізге біздің ұжымның атынан бір жақсы сыйлық бергіміз келіп тұр. Бұдан бұлай Абайды оқисыз ба? Енді оқимын. Вообще жауап айтпаған үшін ұят негізі. Ондай кісілердің істеген білу керек. И бүгіннен бастап оқимыз. Балаларыңыз бар ма? Жоқ әлі бұл. Балаларыңызға сол Абайдың айтқан насихаттарымен, Абайдың қалдырған ұлағат сөздерімен тәрбиелейсіз деген ойдамыз. Үлкен сыйлық, аман болыңыз, сау болыңыз. Рахмет. Абай Құнанбаевтың кім екенін білесіз бе? Әрине, білеміз. Кім? Ақын екен ғой біздің атамыз. Түсінікті. Абайдың бүгін туған күні. Абай атамыздың 176-ға толып жас жылдығын тойлап жатырмыз. Абайдың туған жері? Семей. Әкесінің аты? Құнанбай. Әжесінің аты? Әжесін, так. Әженің аты, тоқтаңыз қазір айтайын. Жоқ, Тоғжаны ол Махаббаттың аты. Әженің аты забыл. Зере. Зере әженің. Анасының аты? Білмеймін. Олжан. Олжан. Абайдың неше қара сөзі бар? Оны көп айта алмаймыз. Түсінікті, 45 қара сөзі бар. 45 қара сөзі. Осы күннен кейін Абай қазақтың қамын ойлаған, қазақ үшін алаңдаған, уайымдаған, қазақтың болашағына үлкен үмітпен қараған ойшылдарымыздың бірі ғой. Осы кездесуден кейін өзіңіз білмейтін сұрақтарды оқып, тануға тырысасыз ба? Міндетті түрде, иә. Түсінікті. Үлкен рахмет сізге. Және де біздің Қарағанды облысы рухани жаңғыру өңірлік кеңсесінің атынан сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін осындай бір балаңыз бар ма, ұлыңыз? Иә, бар. Абайдың сөзімен біріңді қазақ бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деген жазумен осындай бір футболка сыйлаймыз сізге. Мына кісінің кім екенін білесіз бе? Кім? Абай Құнанбаев. Тамаша. Біз қазір қандай көшеде келе жатырмыз? Абай. Түсінікті. Абайдың бүгін туған күні нешеге толып жатыр? 150 жасқа ма? 176. Абай атамыздың туған жерін білесіз бе? Ұмытып қалыппын. Әкесінің атын? Білмедім. Қара сөздері бар екенін білесіз ғой? Білеміз. Неше екенін білесіз бе? Здравствуйте. Если не торопитесь, можно пару вопросов? Да. Знаете на фотографии человека? Абай Кунанбаев. Понятно. Мы сейчас в какой улице находимся? Улица Абая теперь. Понятно. А вы рады? Ну, мне не то, что все равно. Конечно, я рада, что есть улица Абая теперь. Понятно, рады за вас. Отца Абая знаете, как зовут? Очевидно, Кунанбай. Отлично. Матери? Нет, к сожалению, не знаю. Слова издания знаете, сколько там? 40. 45. 45. Спасибо. Как вас зовут? Нина. Нина, большое спасибо. Потом, сегодня день рождения Абая Кунанбаева. Сколько лет? Юбилей же был. В том году 175 было. 176, значит. Отлично. Хорошая логика. Спасибо. Какие-нибудь стихи, хоть пару строчек знаете? Песня «Козунун карасы». Отлично. Можете спеть? Айтым Салем Каланкас. Сейчас. И «Козунун карасы» мы в школе учили. Я тоже знаю. Если я услышу музыку, я могу спеть. Карасы, көңлемнің санасы, бейтпейді іштегі жарасы, по-моему. Отлично, большое вам спасибо. Есть у вас сын? У меня есть дочь. Дочка? Да. Тогда футболочку такой вот, небольшой подарок от нас. Спасибо. А вы откуда? Региональный проектный офис Рухани Жаңғыру Карагандинской области. Мы сегодня проводим социальный опрос в рамках дня рождения Абая. 176 лет ему исполняется. И вот хотели бы вручить вам небольшой презент. Спасибо, очень приятно. Здесь написано «Бірінді қазақ, бірінді дос көрмесең, істің бәрі бос». Это слова Абая. Спасибо. Ага. Большое вам спасибо. Очень приятно. Ага. Тоже приятно, что знают люди как бы нашего Абая. Мы тоже рады. Спасибо. Ага. Спасибо, до свидания. До свидания.